Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадты пирог пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 200 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 20% 200 грамм клейгей, 200 грамм қант, 40 грамм какао, 50 грамм май, 1 ас қасық қопсытқыш және 1 шоколад керек. Ұнды, какаоны және қопсытқышты біріктіріп араластырамыз. 2 жұмыртқаның үстіне қантты қосып, массамыз көпіргенше араластырамыз. Үстіне клейгейді құйып араластырамыз. Майды құйып араластырамыз. Үстінен құрғақ қоспаларымызды қосып араластырамыз. Форманың астына пергамент қағазын төсеп, массаны құямыз. Әсемдеу үшін кез келген шоколадты пайдалануға болады. Шоколадпен өз қалауымызға сәйкес төбесін безендіреміз. Пирогты 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.